Қайырлы күн, қадірменді тыңдармандар. Бүгін сіздермен мен Инабат және Диана. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол қазақ тілінің диалекттері, олардың маңыздылығы, өңірлік диалекттер, әдеби норма дегеніне көзқарастар. Ең бастысы қазіргі кездегі ол диалекттердің бөлінісі, олардың әлеуметтік және тарихи мағынасы. Бірақ бұдан бұрын біз бір затты талқылап алуымыз керек. Ол тіл деген ол құрал, дұрыс па? Әрине. Біз оны ынтымақтастық, бір-бірімізді түсіну, талқылау үшін қолдануымыз керек. Тіл бізді емес, біз тілді құрастырамыз. Сол ең бастысы. Содан кейін қазіргі таңда әлеуметте дебат бар. Қазақ тілінде диалекттер жоқ деп айтады. Естіп пе едің сондай, Диана? Мен де сондай сөздерге кезігіп жүрмін. Бірақ алайда ол диалекттің барын жоққа шығармауымыз қажет. Себебі айтып жатады, говор деген бар, сөйленіс деген бар, бірақ диалект деген Қазақстанда жоқ. Себебі мысалы солтүстіктен келген азаматпен оңтүстіктен келген азамат бір-бірін түсіне алады. Және бір-бірімен сөйлесе алады. Сондықтан біз Қазақстанда бір белгілі диалект бөлініс жоқ деп айтамыз деген ой бар, көзқарас бар қоғамда. Бірақ негізі диалект деген сол сөйленіс. Диалект деген говор, диалект деген сол айырмашылық. Сөйленістегі мен мысалы Диана оңтүстіктен, мен солтүстік Павлодардамын. Бір-біріміз сөйлескен кезде кейде түсінбей қалатынымыз бар енді. Болады енді. Болып тұрады, иә. Бірақ ең бастысы дисклеймер, дұрыс па? Біз ешкімді ренжіткіміз келмейді. Әр өңірдің диалекті өзіне бағалы, құнды, ең дұрысы болып көрінуі мүмкін. Бірақ ең бастысы тілімізді араздасып, таласу үшін емес, сөйлесіп, ел ішінде ынтымақтасу үшін қолданып, дәріптеуіміз абзал деген ойдамыз. Сонымен, бүгінгі күні өңірлік диалекттер бар. Бөлінісі, бір бейтарап бөлінісі бар. Солтүстік шығыс диалекті, батыс диалекті және оңтүстік диалектісі. Және бұл бөліністің барлығына бір социоэкономикалық, әлеуметтік айырмашылықтың легі септігін тигізгенін біз білдіре аламыз. Сонымен бір оңтүстік диалекттер жайлы айтып кетсең, Диана? Оңтүстік диалект мысалға ең қатты әсер еткен ол географиялық жағдайы, яғни география орналасуы, және осы зерттеуші Досқараевтың зерттеп өткеніне байланысты «Краткий очерк о южном диалекте казахского языка» деген көлемді мақаласында оңтүстік диалектісіне қазақ тіліне әсер етіп отырған көптеген Ташкент, Сырдария облысындағы тілдер. Сондықтан қазақ мектептерінде көбінесе өзбек сөздері араластырып қолданылып кеткен. Сол сияқты мысалға бұл жақ дегенді бұяқ, бір екі деген бітті, екті деп айтатындар бар. Төменге түс дегенді пәске түс деп, яғни осындай сияқты көп өзгерістерді байқаймыз. Немесе мысалы шалбарды сым деп айтады, немесе қауынды әңгелек деп айтады, қарбызды дарбыз деп айтады. Яғни сондай сияқты өзіміздің сол өзбек халқымен жақын орналасқанымызды көрсетіп қоямыз солай. Менің бір көргенім, біз Дианамен ең басында араласып бастаған кезімізде біз екеуміз де тәте деген сөзді сөйленісімізде қолданамыз. Бірақ екеуі екі түрлі тәте. Біздің жақта, солтүстік шығыс жақта тәте деген, тетя деген сөзден, орыс сөзінен шығатын болса, әпкелерімізге айтамыз, апаларымызға айтамыз. Ал оңтүстікте ол тәте деген, яғни аға, көке деген мағынада көбірек қолданады. Яғни тоже өзбек сөзінен шыққан. Дада деген сөзден шыққан. Әкелерге, көкелерге айтылатын сөз екен. Сол жағы өте қызық болды. Біз өз арамызда былай Диана екеуміз диалекттерді салыстырып, сөйленісті салыстырып жүргенді ұнатамыз. Сол үшін бұл тақырып бізге өте қызық. Қазіргі заманда қазақ әдеби тілін құрастырушы адамдардың көбісі солтүстік шығыс Қазақстан өңірінің тумасы. Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Сұлтанмахмұт Торайғыров. Олардың диалектісі көбінесе солтүстік шығыс диалектіне тән, негізінде құралған. Диалекттері де бар. Фонетикалық диалектика дыбыстардың өзара алмасуымен, дыбыстардың жіңішке айтылуымен сипатталады. Мысалы, ә сәйкестігінен дәна, қате, қайтейін, зәлім, уайым деген сөздердің барлығын біз бір жіңішкелетіп айтамыз. Мұндай ерекшеліктер оңтүстік диалектісінде де кездеседі. Мысалы, сөз басындағы б дыбысының дыбысымен ауысуы, маңа деген, және ш орнына ч, ж орнына и, мынаяқ, мына жақ, қаяқ, анаяқ, мынаяқ
деген пысқан, піскен деген сөздер кездесіп тұрады. Солтүстік шығыс диалектісі әдеби нормаға қатты ұқсағанымен ол жақта да көптеген лексикалық диалектілер бар, жоқ емес. Мысалы, мен осы инабаттан бірінші рет пиязды сарымсақ деп естіген, бірінші рет естідім. Яғни ол менің айтылымның қателігі шығар, бірақ бізде сосын тағы бұндай бар. Біз қиярды әгіршік дейміз мысалы. Әгіршік. Маған мамам ол айтпа дейді, потому что менің мамам қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Бірақ әгіршік деп кішкентай кезімізде айтатынбыз. Сонымен естіген тағы дойман, дөкей деген сөздер мен үшін ол өте бейтаныс сөздер, бірақ дөкей дейміз. Дөкей. Мысалы мен әжемді дөкей әже дейтін, үлкен әже. Мен үшін ол өте, біз мысалға көбінесе дәу, үлкен солай қолданамыз. Және оңтүстік пен солтүстік шығыс диалектісінен бұрын ең қатты ерекшеленетін ол батыс диалектісі сияқты. Ол яғни батыстық адамдармен сөйлескенде өте көп түсінушіліктерге соқтығатын сияқтымыз негізінде. Қызық ситуациялар болып тұрады соның арқасында. Мысалы Қазақстанның батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстарында, Қостанай және Қызылорда өңірлерінің кей аудандарында таралған диалектісі осы батыс диалектісі. Осы өңірдегі қазақтардың басқа қазақтардан ажырап, ру тайпа болып бірігуінің кесірінен пайда болып, өзіне татар, башқұрт, ноғай, оғыз тілдерінен көптеген сөздер сіңірген. Оның ішінде әрине бұл көптеген тайпалар ескі тайпалар болғандықтан қазір диалект өзгеруде, алайда кейбір сөздер әлі де қолданыста. Мысалға азар, яғни көбінесе әдеби нормада қолданбайды, бірақ оларда ол реніш деген мағынаны білдіреді. Мысалға, сен оған азар берме, сен оған реніш берме деген сөзде ренішпеу, яғни ол Маңғыстау көбінесе сол облыстарда көбінен қолданылады екен. Бұл маған өте қызық болды. Ал мысалы біз осы университетте Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналған студенттер болғандықтан, солардың сөйлеу манерасын, сөйлеу ерекшесін зерттеп отырып, мынандай батыстан көптеген сөздерді естідім. Мысалы, ең күштісі, ең көп қолданылатын ол әйбат. Әйбат тамаша, әдемі, өте әдемі сөз, бірақ бұл да диалект. Кейде мен де қолданғым келеді, себебі өте әдемі естіледі. Сонымен қатар, мысалға, нән, мысалға біз бағана солтүстікте қалай айттық? Дәу дегенді? Дөкей. Біз мысалға оңтүстік дәу дейміз. Ал негізі үлкен, осылай сияқты үш әртүрлі регионда әртүрлі естілетін бір сөздің түрлілігі бар екен. Сонымен қатар незат дейді. Незат деген ең көп қолданылатын сөз. Оларда ол не нәрсе, не болып жатыр деген мағынада көп қолданылатын сөз екен. Құттай, сосын кішкентай деген мағына. Құттай, кішкентай. Бізде биттей деп өтеді. Бізде ол да біраз мен әжемді, үлкен әжемді, әке жағымнан әжемді дөкей әже десем, мамам жағымнан әжемді бітте әже дейтінмін. Мағынасын түсінбеймін ғой, айта береді бітте әже деп. Содан кейін бір күні мамам айтады, ой, айтпа ғой бітте әже деп. Сол кезде ғана түсіндім, ол биттей деген сөзден шығады, бит деген сөзден шығатын, кішкентай. Сол құттай, биттей дейді бізде. Сенде осындай бір қызықты оқиға болған ба? Адаммен, өзіңнің регионыңнан емес адаммен сөйлесіп, кішкене түсінбей қалған, яғни мысалға бір нәрсе десе, сен екінші нәрсені істеп, немесе екінші нәрсені естіп деген сияқты. Жоқ, менде ондай болмады, бірақ мен 2018 жылы Шымкентке барғам. Шымкентке бардым, содан кейін ол кезде көп диалект естідім. Содан маған мысалы кім дейді? Атын ұмытып қалдым ғой. Отбасы мүшелерін шатастырып басқаша айтты. Содан кейін мен айтамын, қате ол, дұрыс емес. Мен ол кезде ең сондай переходной возраст дейді ғой, юношеский максимализм кезім. Барлығына қарсы шығып, қате андағы айтып жатқан дұрыс емес, біздікі дұрыс, солтүстіктікі дұрыс деп сондай. Сосын мысалы бізде орамалға, қол сүртетін орамалға сүлгі десек, оңтүстік өңірде шашық деп айтады екен. Мен үшін сол өте қызық болды. Себебі бізде мен түсінбей қалдым. Айтады, шашықты әперіш дейді. Мен сол 2018 жылы шашықты әперіш дейді. Не? Дедім. Жаңа не тұр ғой дейді. Не? Яне тұр ғой, қол сүртетін. Сүлгі ғой ол. Сол. Менде де сондай қызық оқиға болған. Мен солтүстікке қыдырып барғам. Сол жерде мен туыстарым маған тәте дейді. Мен ойлаймын, мен балға ұқсаймын ба, мен атым Диана секілді еді, қалай сонда. Маған өте басында бір түрлі естілді. Мен шынымен өзімді қатты ойланып,
неге олай атап жүр мені деп басында білмедім. Кейін осылай диалект туралы көбірек зерттегенде, көбірек естігенде оның сол регионға тән екенін түсіндім. Бірақ өте қызық ситуация болған мен үшін. Ең қызығы тағы да алдында бешбармақ жеген кезде есіңде ма? Мен қамырды алып келіп берші дегенде Инабатқа ол түсінбей. Иә, біз жұқанан дейміз оны. Жұқанан. Біз үшін нан ол тек бір ғана түсінікте, яғни ол жейтін нан. Мен бір-бірімізді түсінбей сол кезде тоже қызық болған. Бірақ осылай көптеген региондардан адамдармен араласқан кезде қазақ тілінің қызық екенін, алуан түрлі екенін зерттеп, көбірек терең кіре бересің. Негізі тілдердің не сөйленістің дұрыс бұрысын айтатын бізде нысан жоқ. Тіл ол өздігінен құбылмалы, өзгеріске бейім. Оны сол тілде сөйлейтін адамдар, сол тілдің қолданушылары құрастырады. Мысалы біз қазіргі күні кринж, флекс деген кірме сөздер бар да. Ол сөздерде бір күні бізге бір бейімделген, тілімізге бейімделген сөздерге айналуы мүмкін. Себебі батыстың әсері деп. Иә. Себебі қайтадан бұл тілді біз өзіміз құрастырамыз. Қандай сөздер көбінесе қолданылса, сол сөздер тілдің сөздігіне кіреді. Бірақ сонда да, жаңа біз айтып өткендей, солтүстік шығыс диалектісін бізде қазір әдеби норма деп негізі бекітілмеген да, бірақ әдеби норма деп түсінеміз біз бүгінгі күні солтүстік шығыс диалектісін. Себебі жаңа біз айтып кеттік, тарихи, мүмкін КСРО-ның легінен ба, не сол солтүстік шығыс өңірлердің жақынырақ, яғни көбірек өзінің мүмкіндіктері болғандықтан. Білім алуға мүмкіндіктері көбірек болғаннан ба солтүстік шығыс өңіріндегі азаматтардың сол жақтағы тілді біз әдеби норма деп айтамыз. Себебі олардың шығармалары көп, сол тілді бейтарап тіл деп санасақ болады. Бірақ қайтадан дұрыс бұрыстығы жоқ. Мысалға кейбір жазушылар көркем әдебиет жазған кезде сол мысалға сол өңірдің өзінің мысалы қазір тілмен айтқанда вайбын беру үшін, яғни атмосферасын беру үшін сол жердің диалектісін қолданады. Бірақ және сөздік ретінде түсіндірмесін жазып қояды. Яғни бұл да сол жерді толығымен сипаттау үшін, сол жерді халқын толығымен көрсету үшін өте пайдалы құралдардың бірі деп есептейді. Әдеби норма деген қайтадан ол адамдармен құрастырылады, шығармалардың көптігімен, сол тілде неғұрлым көп адам сөйлесе, сол тарапта ол қолданылып кетеді. Дұрыс па? Бар адамдарға тарап кетеді. Бұл орайда тілге деген көзқарастар көп. Бір жақтан біз прескриптивизм көрсек, басқа жақтан дескриптивизм дегеніміз бар. Прескриптивизм дегеніміз ол тілдік норма орнату. Бір нысанды таңдап, сөздіктің ережелеріне сүйену, сол сөздікке бағыну, біз айтамыз, жоқ, мына сөздік бойынша сенің айтқаның қате дейміз, мысалы. Ол прескриптивизм болады. Себебі біз алдын ала біліп отырамыз, ненің қате, ненің дұрыс екенін. Ал дескриптивизм болса, ол тілді сипаттау, тілді тану, бар күйінде тілде сөйлейтін адамдардың тілдік бір ерекшеліктерін тану, олардың сөйленісін тану, олардың өмірге деген көзқарастарын біз барлығын олардың сөйлеген вокабуляры, сөздері бойынша тани аламыз. Тарихын, даму жолдарын, яғни қай халықпен араласты деген сияқты көбінесе осы тілден білуге болады, яғни тұрмыс тіршілігінің көрінісі болып табылады. Сондықтан диалекттер негізінен бізге тарихи тұрғыдан өте маңызды. Себебі біз қай өңірге, қай жақтан әсері болғанын сол диалектілерден тани аламыз. Сонымен қатар мысалға осы әдеби норма ол сол 20-19 ғасырдағы зиялылармен көбінесе құрастырылған, яғни әліпби, сол басқа да нелер, мысалға әдеби нормалардың барлығы сол кездегі зиялылармен құрастырылса, қазіргі жаңа кірме сөздер, яғни ол кезде болмаған жаңа кірме сөздер осы диалекттер арқылы әдеби нормаға айналуда. Яғни бұл өте мен осы жақында оқыған мақаланың қызықты факты болды. Яғни бұрында ол сөз болмаған, қазіргі жаңа батыстың ғаламтордың дамуының арқасында осындай ұғымдар мысалға біздің халық қазынасы ретінде пайдаланып әдеби нормаға айналып жатыр. Мысалға носилканы дәке деп атайды, немесе минералды суды арасан деп мысалға осы халықтар жергілікті атаудан сол әдеби нормаға айналып жатыр. Яғни бұл да осы диалектиканың маңызын көрсететін сияқты. Біздің бір түсінуіміз керек зат, ол диалекттер болғанымен мен бір
адамдармен сөйлескім келсе, бір үлкен аудиторияға бір әңгіме не дәріс оқығым келсе, мен неғұрлым көп адамның мені түсінгенін қалаймын, дұрыс па? Сондықтан мен бір барлығына ортақ әдеби норма деп, тырнақшада айтайық, әдеби нормаға сүйеніп айтқым келеді. Сондықтан біз прескриптивизм мен дескриптивизмнің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деп айта алмаймыз да. Біз оның бір үйлескен, тоғысқан жерінде қолдануымыз керек деген ойдамын. Яғни әр тілді өзінің қажет уақытысында, қажет жерде, яғни өз өңірінде өз тіліңмен, диалект тіліңмен, бірақ алайда көп аудитория сен айтқан сияқты, ол жерде мысалға әдеби нормамен сөйлеген, ол сол халыққа, сол тыңдап отқан оқырмандарға сыйлық, құрмет сияқты болып көрінеді. Бейтараптық сақтап тұру үшін, біз әдеби норма деп өзімізге белгілеп алған сөздермен, мысалы сөздікке сүйеніп, мен кринж, вайп, флекс, сосын неше түрлі тинейджерский сөздерді қоспаймын да. Себебі мен адамдардың мені түсінгенін қалаймын, бейтараптық сақтауды қалаймын. Сол орайда мен диалекттерді аз қолдануға тырысамын деймін де, бірақ диалекттер ол менің өмірімнің, сөйленісімнің бір бөлшегі. Мен оларды мына жақ диалект емес деп бір реттен айта алмаймын. Сондықтан бұл орайда мен сөздікке сүйену мүмкін, бірақ сол жерде де менің сөйленісімнен не болса да, не сөйлесем де, менің өмірімнің, менің туған жерімнің аурасы сезіліп тұрады, сонда да сезіліп тұрады. Себебі мен екпін қою, сосын жіңішкене, жуан қылып айту сөздерді, соның барлығы менің қай жерден екенімді көрсетіп қою мүмкін. Ол оның табиғи зат. Біз оған түк айта алмаймыз. Ой, сенікі қате, ой, олай айтпа, бұл қате болады, дұрыс болады деп айтып бөліп жармаймыз. Ең басты біздің ойымыз осы. Алайда қанша диалекттер бар болғанымен Қазақстанның көшпелі салты бұрыннан қалыптасқан, соның арқасында қатты көп, яғни өзгешеліктер қатты көп емес, кейбір сөздерде ғана болуы мүмкін. Сондықтан да адамдармен араласқан кезде бір-бірімізді жақсы түсіне аламыз. Яғни, бірақ осыған дейін мен диалекттің бар екенін білмедім. Өз өңірімде тұрған кезде, мысалға тек олимпиадаға барғанда, басқа өңірден адамдарды естіген кезде, сол кезде маған бұл өте жаңа бір ашу болған. Сол сияқты қазірде адамдар қателесу мүмкін деп ойлаймын. Яғни өз өңірінде көп өмір сүріп, сыртқа басқа өңірдің адамдармен араласпағандықтар диалект жоқ деп солай ойлау мүмкін деп ойлаймын да. Бірақ алайда осындай нәрселерді көп естуден арқасында оларға осыны дұрыс түсіну өте маңызды деп ойлаймын. Мен өзімде бір 7-8 класста шығар, бірінші басқа өңірдегі адамдармен сөйлескенім. Сол кезде мен қатты ызаланатынмын. Неге бұлар дұрыс сөйлемейді, қалай сөйлеп отыр, не деп қазақ тілін қалай аз бар ғой. Қазақ тілінің ең тазасы солтүстік қазақ тілі, солтүстік өңірдің қазақ тілі. Себебі орыс тілімен араласпайды ол деген сондай бір ойға беріліп кететін сол 7-8 сыныпта жаңа ғана біліп бастаған кезде. Бірақ оның барлығы бір балалық деп ойлаймын. Себебі біздің тіліміздің бір тұтастығы, тіліміздің бірегейлігі ол осы диалекттердің болуында, тіліміздің тарихында. Әр өңірдің өзінің тарихы, өзінің бір мінезі, сол сөйленісінен, диалекттерінен сезіліп көрінеді. Және сол орайда біз бір бөліп жарып, жоқ сенікі қате, жоқ сенікі дұрыс деп айтпауымыз керек, себебі тіл ол қайтадан құрал. Біз оны араздасу үшін, бөліну үшін қолданбауымыз керек. Біз оны ынтымақтасу, бір-бірімізді түсіну, ой алмасу, бір-бірімізді қолдау үшін қолдануымыз керек. Тілдің өзгерістері, тілдің бір кірме сөздері, диалекттері барлығы қазақ тілінің табиғатын, қазақ тілінің тарихын көрсетеді. Тек сөйлесу құралы емес, сен айтқандай ол тарихтың бейнесі болғандықтан, ол біздің бір рухани дамуымыздың, ата-бабаларымыздан келе жатқан осы мұра болғандықтан, қазірде мысалға басқа тілдерден көрі, егер қазақ тілімен сөйлеуге мүмкіншілік болса, сол тілге көп жүгінуіміз қажет деп ойлаймын. Яғни диалектмен болсын, таза әдеби тілмен болсын, бірақ өз тілімізде көбірек сөйлеп, көбірек ғаламтор жүйесінде немесе басқа жерлерде көбірек ақпарат таратуға бар күшіміз салуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан қазақ тілін бірге дәріптейік, қазақ тілін бірге қолдайық, қазақ тілінде бірге сөйлейік деп аяқтағымыз келіп отыр осы эпизодты.
көп рахмет. Сіздермен болған мен Инабат және Диана. Келесі кездескенше. сау болыңыздар.